түсті деп айтамыз ғой. Соны адамдар жазып жатады, шашым көп түсті деп. Енді мендегі басты сұрақ, шаш қаншалықты мөлшерде түскен кезде біз оны көп түсті деп соған алаңдаушылық білдіре аламыз. Нормада мысалы шаш 50 тал күніне 150 тал түсті, ол норма болып есептелінеді. Бұл таңертеңгі түсте, душтан кейінгі шаштардың барлығын қосқанда осыны аралығында болу керек. Егер де 150 талдан жоғары болса, онда шаш түседі деп уайымдауға болады адам. Ал өздері түсінікті. Соны мен ойлап отырмын да, енді 150 тал, 100 тал болғанда, енді менің шашым ұзын ғой, оның біреуінің өзін орап, біреуінің өзін жинағанда біраз мөлшерде болады ғой. Демек, мен ондай о жағын көп алаңдамай қойсам болады екен, шашым түсті деген нәрсе. Әрине, өздердің шаштың көлеміне қарап сразу ойлауға болады, аз шаш түсетін адамдардың қатарында екен. Сосын көп адамдар комментарий жазып жатады да, былай, шашы ұзын екен, демек денсаулығы жақсы ғой деп, осы нәрсе денсаулыққа да байланысты ғой, Тікелей денсаулыққа байланысты. Мысалы, организмде қандай да бір витаминнің дефициттері болса, ол шашқа міндетті түрде әсер етеді. Мысалы, батыс медицинасында айтады, егер де темірдің құрамы әйелдерде көбінесе аз болса, ол міндетті түрде шаштың түсуіне алып келеді. Ол нөмір бірінші себебі. Өйткені кезде темір тапшылық анемия өте көп әйелдерде. Мысалы, ол месячный болуына байланысты, ай сайын қан кетуіне байланысты. Сондықтан біз осыны білу үшін гемоглобинді емес, жалпы қан анализін емес, бірінші ферритинді барып тапсыруымыз керек. Биохимиялық анализде ферритинді тапсырған кезде ол бізде организмде темірдің қоры қаншалықты екенін көрсетеді. Егер де ол нормада болса, онда біз басқа себебін іздеуімізге болады. Бірақ көбінесе адамдар ойлайды, мысалы, жалпы қан анализ тапсырған кезде гемоглобин нормада болса, менде анемия жоқ екен деп ойлайды. Олай емес мүлдем. Кейде гемоглобин нормадан жоғары болғанның өзінде кейде анемия болады, темір тапшылықты. Өйткені ол темір тапшылықтың ол анализде көрмейді, ол жалпы қан анализінде. Гемоглобин норма болса, оның барлығында анемия жоқ деген сөз емес. Яғни, егер гемоглобин көп болса, демек организмде сусыздану болып жатыр деген сөз. Яғни, бұл қан өте көп деген сөз емес. Наоборот, ода сусыздану болып жатыр, немесе шөту процесінен кейін сондай сусыздануда әсерін гемоглобин көп екендігін көруге болады. Сондай-ақ басқа, мысалы, шаштың басқа себептеріне келетін болсақ, мысалы, ол цинктің азаюынан болуы мүмкін, және де В витаминінің азаюынан, және де Е витаминінің азаюынан, магнийдің азаюынан да осы шаштар көп түседі. Сондықтан осы бар тағамдарды көп пайдалану керек. Яғни бұның не пайдалану керек, не жеу керек деген кезде ең бірінші қара күнжутты жеу керек. Именно оның ақ түрі, қара түрі болады ғой, сол қара күнжутты керек. Чия дегенді жеу керек. Амарант, киноа деген табиғи бұлай көпі барлығында өте көп табылады. Және кашалардың ішінде біз осы гречка кашасын көп пайдалану керек. Гречка кашасында, яғни анемияның алдын алып, шаштың өсіруіне көптеген микроэлементтерге өте бай болып келеді. Мысалы, кашалардың өзін айтатын болсақ, кашаның ішінде екі көзі пайдалы каша бар. Бұл бірінші гречка, одан кейін екіншісі андай жүгері бұршағынан жасалған каша. Ал қалған осы сулыдан, мысалы, овсяный каша, геркулес, манный каша дегендер, олар енді пайдалы құнарлы заттары жоқ онда. Сондықтан оны пайдаланбай қоюға болады. Түсінікті. Жақсы. Менде сұрақ болып тұр, мысалы ғана гречка деп айттың ғой, сол кезде оны пайдаланған кезде, мысалы, қуырғаны көбірек пайдалырақ па, әлде пісіргені көбірек пайдалырақ па? Қуырған енді май құрамы бар ғой, қанша айтқанмен, май құрамы көбірек дегенім ғой. Әртүрлі, мысалы, сіз қуырған кезде қандай майға қуырдық соған байланысты. Егер де құйрық майға қуырсақ, ол пайдалы, күйдіріп жібермесек, ол пайдалы. Тек қана құйрық, мысалы, қуырғанның өзінде қуырғанға шыдайтын майлар болып есептенеді. Қазіргі, мысалы, шемішкенің майлары өте зиян, егер гречкамен соны қуыратын болсақ. Онда ешқандай пайдалы элементтер қалмайды гречканың. Оған тек кокосовый майда, тек қана құйрық майда, және кхи деген май шықты қазір, тоңдатылған май. Сондай майда қуырса,
онда ол пайдалы болып қалады. Ал егер де ондай үйде ондай май болмай жатса, онда әрине суға пісіріп жеген жақсы. Май қолданудың өзі бір өнер екен ғой. Құрметті достар, егер осы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Сосын алдында мен сауалнама жүргізген ғой, қай уақытқа шығайын деп. Сағат 7, 8, 9 дедім, соның көбі сағат 9 депті да. Мен 9-да ұйқыға дайындалатын адаммын ғой, әсіресе қазіргі каникул кезінде. Соны айтайын деген тағы да, мынау денсаулықтың жақсы болуы, шаштың жақсы өсуі, жаңа витаминдердің болуы, адамның жасына қарамастан жасырақ, әдемірек көрінуі, бұның барлығы менің түсінігімде жаңағы неге көбірек байланысты. Адамның дұрыс өмір сүру дағдыларына, дұрыс ұйықтауына, ортасында жаттығу, кішкене спортпен айналысуына, дұрыс тамақтануына, содан кейін стресс, жақсы көңіл күйге, әсіресе мысалға шашым түсті деп уайымдау деген нәрсе мүлдем болмайды деп есептеймін. Осы нәрселерге қалай қарайсың? Осы дағдылар туралы. Дұрыс қой осы пікір, иә? Әрине өте дұрыс. Бағана айтып кеткендей, мысалы тамақтанудың 70% ол яғни қандай тамақ ішсеңіз, соның 70% шаштың өсуі соған байланысты келеді. Одан ұйықтау, мысалы ұйықтаған кезде не үшін ертеде ұйықтау дегенде көп адамдар түсінбей жатады, не үшін ерте ұйықтау керек деген сияқты. Өйткені біз мысалы 11-де ұйықтап қалатын болсақ, ары қарай бүкіл организм ары қарай демалу керек. Демалған кезде ұйқыда бізде бөлінетін гормондар бар. Мысалы қазір кезде адамдар көп толып кетіп жатыр ғой. Толып кетіп жатқандардың барлығы бұл яғни уақытында ұйықтамау, бүйрексіз бездің гормондарының уақытында бөлінбеуі және де гипофиздің гормондарының дұрыс бөлінбеуінің әсерінен, мысалы ол адам егер ұйықтамайтын болса, 2-3-ке дейін жүре беретін болса, ол гормондар бөлінбейді. Себебі олар тек қана ұйқы кезінде бөлінеді. Сондықтан біздің гормональды бұзылыс пайда болады соның әсерінен. Сондықтан 11 негізі ең кеш сол 11-ден бастап уже ұйықтап кету керек адам. 10-нан бастап дайындалып, 11-де ұйықтап кеткен дұрыс. Сол кезде сағат 1-де, 2-де, 3-те бөлінетін гормондар бар бізде. Мида осы бүйрексіз безінде, солар арқылы бүкіл организмнің денсаулығын реттеп қалпына келтіруге болады. Одан кейін қазіргі кезде сөз бар ғой, сен не жейсің, солсың деген сөз. Сондықтан тамақ ішуге өте қатты мән беру керек. Одан кейін көңіл күй деген. Стресс, мысалы стресстен, мысалы өздеріңіз де көп естіген шығарсыздар, мысалы бір қатты үлкен стресс болған кезде адам шашы бірден сразу ағарып кеткен жағдайлар болады. Бұл жедел стресс болған кезде ол шаштың ағаруы ол міндетті түрде болады. Ал егер де күнделікті жұмыстан, оқудан стресс болған кезде аздап шаштың ағаруы ол да тікелей байланысты. Мысалы шаштың ағаруына тек қана стресс қана емес, тұқым қуалаушылықтар жатады. Мысалы әке шешесі қалай жас кезінде тез шашы ағарды ма, жоқ па, соған да тікелей байланысты. Яғни көп емес, бір 10% соған байланысты. Одан кейін тамақтануға, стрессіне, одан кейін шашты қалай күтетініне байланысты тікелей. Яғни ыстық ауалы киімдерді көп қолдана ма, өтешіктарды көп қолдана ма, соған тікелей байланысты. Сондықтан міне тамақтану, яғни өмір салты және де көңіл күй өте маңызды. Барлығы бірге.